Қайырлы кеш, қазақ елі, сіздермен мен Ернар, қазақтың блогері. Құрметті достар, менің YouTube арнама кіріп осы видеоны қарап отырғандарыңыз үшін барлықтарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Алла барлығыңызға разы болсын. Достар, менің YouTube арнамда бизнес идеялар және тұлғалық дамуға байланысты керемет видеолар, сондай-ақ болашақ технологияларға байланысты әртүрлі талдаулар, тағы басқа пайдалы ақпараттар мен видеолар шығып отырады. Бүгінгі видеода достар, біз өмірді өзгертетін Конор Макгрегордың 5 кеңесін сіздерге ұсынатын боламыз, және сол кеңестерді сіз бен біз отырып бірге талдайтын боламыз. Егер менің видеомды соңына дейін қарап шықсаңыздар, онда сіздер үшін пайдалы, қайырлы және маңызды болатынына менің сенімім мол достар. Ендеше біз бастаймыз. Егер мен YouTube арнама жазылып қоймаған болсаңыздар, астында қоңыраушаны басып жазылсаңыздар болады. Себебі бұндай видеолар және өте пайдалы, сіздер үшін маңызды болатын ақпараттар бұл каналда әлі алда өте көп шығады достар. Сол себепті арнаға жазылып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болады және өздеріңіз үшін ол өте пайдалы болады. Ендеше өмірді өзгертетін 5 кеңесті Конор Макгрегордан тыңдайық және сол кеңестерді сізбен біз бірге отырып талқылайық, және ол сіздің жетістікке жетуіңіз үшін көмегін тигізсе, онда менің мақсатымның орындалғаны достар. Ендеше кеттік. У меня сейчас все замечательно в жизни, но я работаю так, как будто у меня ничего нет. Но я работаю так, как будто у меня ничего нет. Каждый день я работаю так, как будто ничего еще не достиг, как будто я не я. Для меня нездорово просыпаться утром и идти на нелюбимую работу в офисе с 9 до 5. Вот что нездорово. Вот что неправильно. Хочешь парить, учись у тех, кто умеет учить. И сегодня мы будем учиться у лучшего из лучших. Это Конор Макгрегор и его советы, меняющие жизнь. Наставляй меня, Конор. И совет номер 1 – толкай себя вперед. Когда ты преследуешь свою мечту, вкалываешь, что есть сил, занимаясь при этом любимым делом, которому ты полностью посвящен, это случается само собой. Ты даже не замечаешь этого. Успех, не успех. У меня сейчас все замечательно в жизни. Но я работаю так, как будто у меня ничего этого нет. Вкалываю не меньше прежнего. Так, как будто ничего не поменялось. Понимаешь, о чем я? Да. Просто это то, что я люблю и продолжаю толкать себя вперед. Упорно работать. Я не могу назвать конкретный момент. Раньше я представлял, как будто со мной уже все случилось. Теперь же все это действительно происходит, а я этого даже не замечаю. Я хочу двигаться все дальше и дальше. Я всегда толкаю себя вперед. Совет. Достар, міне көріп отырғандарыңыздай Конор Макгрегордың, яғни UFC-дегі әлемнің үздік чемпиондарының бірі, жеңіл салмақтағы жалпы ережесіз жекпе-жектен айтып отырған ең біріншісі, ол өзіңді өзің әрқашан алға қарай жетеле, алға қарай өзіңді сүйре, яғни өзіңді алға қарай ұмтылдыр деген мағынаны береді. Бұл деген не деген сөз? Бұл деген сөз, достар, ешқашан тоқтап қалмау керек. Конор Макгрегор айтып отыр, мен дәл қазір өзімді әлі де ешнәрсеге жетпеген секілді сезінемін. Иә, қолында байлығы бар, астында көлігі, басында баспанасы бар, үйленген, және де үлкен жетістіктерге жеткен чемпион, бірақ ол әлі де ештеңеге жетпеген секілді алға қарай ұмтылуды жалғастыруда. Және бұның сыры неде, достар? Кейбір адамдар мәселен жетістікке жетіп, одан соң босаңсып, мен бір нәрсеге қол жеткіздім ғой деп, сәл былайша айтқанда расслабление ұстап қалады да, содан соң ол адам міндетті түрде жеңіледі, бизнес болса банкротқа ұшырайды, тағы сол секілді жайсыз жағдайлар орын алады. Яғни Конор Макгрегордың айтып отырғаны, достар, ешқашан да тоқтап қалмау керек. Әрқашан өзіңді алға қарай жетелеп отыру керек. Ал ол үшін мен сіздерге дәл осы жерде айтып өтейін.
өз ісіңді жақсы көру, өз ісіңді сүю өте маңызды достар. Сіздер дәл қазір өз сүйікті істеріңізбен айналысып жүрсіздер ме? Осы сұраққа достар ойланыңыздар. Тек өз ісін жақсы көрген адам ғана қандай жетістік, қандай байлыққа қол жеткізбесін тоқтап қалмайды. Сол баяғы ештеңе қол жеткізбеген кездегідей алға қарай ұмтыла береді. Алғашқы ереже, алғашқы кеңес осылай достар. Енді екіншісіне кезек берейік. Номер 2. Имей чемпионское мышление. Сейчас ты богат и успешен. Но можешь ли ты вернуться к мышлению парня, который только стремится к этому наравне с другими? Я всегда... Помнишь ли ты, о чем ты думал тогда? Мечтал ли о таком? Мечтал каждую секунду. Но, конечно, я могу вернуться в то состояние, и внутри я всегда нахожусь в этом состоянии. И всегда буду в нем. Каждый день я работаю так, как будто ничего не достиг. Как будто я не я. Таково мое мышление, и оно помогает мне. Совет номер 3. Люби то, что делаешь. Что делает... Я, достар, екінші кеңесі Конор Макгрегордан. Ол әрқашан чемпиондық, былайша айтқанда, ойда жүр. Конор Макгрегордың бұл жерде айтып тұрғаны, ол жетістікке жетпей тұрып қандай ойда болса, достар, мен ертең жетістікке жетемін, чемпион боламын деп ойлап жүрсе, қандай жетістікке жетіп болған соң, қазір енді үлкен белестерді бағындырды ғой, солардан кейін де ол әлі де сол алғашқы армандап жүрген бозбала кезіндегі Конор екендігін еске алып отыр. Яғни біз өмірде қандай жетістікке жетпесек те, біз ең алғашқы бастаған нүктені, достар, ұмытпауымыз керек. Бұл шынында да өмірді өзгертетіндей өте үлкен кеңес. Енді үшінші кеңесіне назар аударайық. Что делает вас таким хорошим бойцом? Не знаю, я просто увлечен этим. Даже одержим, я бы сказал. Это постоянно в моей голове. Я не могу думать ни о чем другом. Не думаю ни о чем другом. Я живу этим. Не могу забыть об этом ни на минуту, и все, что я делаю в жизни, связано с борьбой. Я не занимаюсь ничем другим. Понимаешь, о чем я? Думаю, именно это. Потому что правда в том, что ты постоянно должен заявлять о себе. Но это как-то нездорово, не считаешь? Не знаю. Я выгляжу больным. Взгляни на это тело. Я в потрясающей форме, здоров и телом, и духом. Для меня нездорово означает придерживаться неправильного образа жизни. Просыпаться утром и идти на нелюбимую работу в офисе с 9 до 5. Вот что нездорово. Вот это неправильно. Я не работаю. Я люблю то, чем занимаюсь. Поэтому я этим и занимаюсь. И именно поэтому я выбрал этот путь. Потому что я люблю борьбу, люблю свое дело. Так что я не считаю, что это нездоровый подход. Я отлично себя чувствую. Это моя жизнь. Совет номер 4. Достар, Конор Макгрегордың үшінші ережесі шынында да маған қатты әсер етіп отыр. Сіздерге де керемет әсер етеді деген ойдамын. Конор Макгрегор өз ісін өте қатты жақсы көреді. Және сіздерге беретін, өмірді өзгертетін үшінші кеңес бұл өз ісіңді өте қатты жақсы көру, достар. Тек қана өз ісіңді қатты жақсы көргенде ғана, өз ісіңді шын беріліп сүйгенде ғана, достар, сіздер еш уақытта жұмыс жасамайсыздар. Жұмыс жасайтындар, олар өз ісін жақсы көрмейтіндер, тек ақша үшін ғана жүргендер, достар. Мысалы, мен дәл қазір осы видеоны түсіріп отырмын. Мен бұл істі жақсы көремін, достар. Бұл ісім үшін маған дәл қазіргі сәтте, дәл осы 20 желтоқсан күні сағат 9-да ешкім маған ақша төлеп отқан жоқ. Бірақ мен бұны жасап отырмын. Себебі мен бұны жақсы көремін. Бұл мен үшін жұмыс емес, бұл сүйікті ісіммен айналысып жатқан керемет бір сәтім, уақытым. Дәл сол секілді Конор Макгрегор да әр таңда атырып спорт залға барған кезде ол жұмысқа емес, өзінің сүйікті ісімен айналысуға баратынын жеткізіп отыр. Сол себепті өмірді өзгертер үшінші кеңес, қандай жағдай болмасын, өз сүйікті істеріңізді табыңыздар, достар. Сонда ғана бақытқа жету мүмкіндіктеріңіз сіздердің арта түседі. Ал бақытқа қол жеткізудің қасында жетістікке қол жеткізу, менің ойымша аса қатты қиын емес, достар. Төртінші ережесіне назар аударайық. Совет номер 4. Двигайся вперед. Если все время думать о прошлом, то в нем ты и останешься. Можно думать о прошлом с ностальгией, но всегда нужно двигаться дальше. Я не зацикливаюсь на том, что было, не теряюсь в воспоминаниях.
Говорят, поражения могут либо закалить бойца, либо сломить его. Но поверьте, также и победы могут как закалить, так и сломать. Потому что он привыкает к победам. Люди могут просто привыкнуть побеждать и перестать стараться. Перестать выкладываться на тренировках, поддерживать диету, ведь они уже выиграли, они уже победители. Но это не про меня. Победы тебя усыпляют, поражения приводят в чувство. А я всегда двигаюсь вперед. Всегда отдаюсь тому, что я делаю. И вот почему этот турнир так важен для меня. Вегас прямо по курсу. Ирландский боец попал в столицу единоборств. Это потрясающе. Я с каждым шагом приближаюсь все ближе и ближе к вершине. И совет номер 5 заключительный. Төртінші өмірді өзгертетін кеңес әлем чемпионы, жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Конор Макгрегордан ұсынылды достар. Ол әрқашан алға қарай ұмтыл. Жаңа бұны бірінші кеңесте де айтып өттік. Көптеген адамдар жетістікке жеткеннен соң мен бір нәрсеге қол жеткіздім ғой деп қосаңсып, өздерін тастап қойып жатады. Ал Конор Макгрегор айтып отыр, бұл әңгіме мен жөнінде емес. Ол әңгімені айтқанда мені ойлаудың, мені іздеудің қажеті жоқ дейді ол. Ол әрқашан өз үстіне 100% кірісетінін, ешқашан жеңісте қосаңсып қалмайтынын айтып отыр. Керісінше оған жеңіліс ұнайтындығын, әр жеңілістен соң ол алға қарай еселеп ұмтылатынын жеткізіп отыр. Өмірде достар, бизнес жасасақ та, қандай іспен айналыспасақ та, қиындықтар, жеңілістер, қателіктер болады достар, сәтсіздіктер ол міндетті түрде болады. Бірақ соларға мойымай, алға қарай ұмтылған адам ғана түптің түбінде шын бақытқа және үлкен жетістікке қол жеткізеді достар. Сол себепті тек қана әрқашан алға ұмтылыңыздар. Сонымен қорытынды 5-ші өмірді өзгертер кеңеске келіп жеттік. Соған жақсылап назар алдық. Заключительный перед нашим бонусным видео «Добейся своего». Ты же работал слесарем-водопроводчиком? Да, какое-то время я работал слесарем. Тогда я еще не был знаком с Джоном. Но я бросил это дело. Бросил с огромным удовольствием. Насколько тебе это не нравилось? Быть слесарем? Да, это было ужасно. И ты прям в траншеях работал? В промышленной сфере. Мог бы строить подобные сооружения. Я работал на строительстве таких объектов. 6 утра, трасса. Мне нужно идти целый час до трассы, чтобы потом поймать машину и ехать на работу. Меня подвозил знакомый. А потом дорогу еще начали ремонтировать, и мой путь в итоге стал занимать больше 2 часов. Я работал за городом. А рабочий день длился 10 часов. Это был мой первый год работы. И я был худшим из худших, ведь я был новичком. Затем еще 2 часа до дома. Ужасное было время. И я решил, больше не хочу этим заниматься. И просто ушел. Как-то утром не встал вовремя. Мой отец пытался стащить меня с постели, мы даже подрались, и затем очень долго не разговаривали. Просто держались подальше друг от друга. С момента той самой драки он не желал иметь со мной ничего общего. Но ты жил в его доме? Да, мы жили вместе. Но не было ли как-то неловко? Да не могу сказать. Ваши отношения не были столь глубокими? Тогда нет. Но когда это случилось, когда моя мечта стала явью, он тоже проходил сложный период. У него обнаружили рак, он болел, и у меня были мысли, что тут, возможно, моя вина, ведь он беспокоился обо мне. И у нас с ним нередко случались стычки. Причем я говорю о полноценных драках. Он мог подойти и врезать мне. А ты бил в ответ? Ну да. Вау, но что говорила твоя мама? Она же всегда так защищала тебя. Да, но тут все сложно. Она старалась не вмешиваться в это. Но почему вы дошли до такого? Потому что я не делал абсолютно ничего. Все время попадал в какие-то неприятности. Я чувствовал себя никчемным. И я был таким. Никчемным засранцем. Отец так и звал меня. Но когда я действительно осознал это, я сказал себе, черт возьми, я добьюсь своего. Это не случилось само по себе. Я заставил это произойти. И с тех пор у нас отличные отношения с отцом. Мы все время разговариваем. Я даже как будто вижу его энергию. И не только его. Это непростые времена для многих людей. Много плохого происходит. И многие мои соотечественники вынуждены сражаться. Да все сражаются.
Но когда они увидели, что я иду за своей мечтой, это им стало давать энергию. И это меня вдохновляет еще больше. Ведь это создает идеальную основу для меня. Дает мне возможность стремиться еще дальше. И я готов разорвать каждого, кто встанет на моем пути к этому поясу. Потому что я хочу обезопасить будущее моей семьи. Вот для чего я все это делаю. И я не мог знать этого, когда был ребенком. Но будучи маленьким, я всегда представлял стадион. Даже когда играл в футбол, отбивал мяч от стены, я представлял, что забил гол и побежал вперед, выбросив кулак, представляя арену, полную фанатов. Такими были мои мечты. У меня всегда было предчувствие чего-то, но я не знал, что это будет. И когда я вдруг попал на такое событие, когда начал тренироваться сам, когда первый раз выступил, я сказал себе: окей, вот оно, вот чем я буду заниматься. И я занимаюсь этим. Далее вас ждет... Сонымен достар, Конор Макгрегордың соңғы қорытынды 5-ші кеңесінде тыңдадық. Ол кеңесі шынында да өте тамаша. Ол өзіңнің мақсатыңа, арманыңа қайткен күнде де қол жеткіз. Конор Макгрегордың жастық шағы, балалық шағы оңай болмағанын көріп отырмыз. Ол қара жұмыстарды істеген және қолынан ештеңе келмей бос сандалып жүрген үшін әкесімен ерегісіп, ақыр соңында әкесімен төбелеске дейін барған. Бірақ сол күндердің бәрі өткен. Ол өзінің бос жүргеніне өкініп, қандай да бір іспен айналысқысы келіп, өз ісін ақыры тапқан. Және ол жекпе-жек өнері. Және сол жекпе-жек өнерінде ол еш уақыт тоқтамай, әрқашан алға ұмтылып, сәтсіздіктер мен қателіктерден сабақ алып, ақыр соңында ол бүкіл әлемді мойындатқан, бүкіл әлемнен көптеген фанаттарды өзінің артынан ерткен мықты боец болып қалыптасты достар. Конор Макгрегордың жанкүйерлері, әрқашан оны аузынан тастамайтын қазақ қандастар, бауырлар бар. Солардың бірі менің досым. Ол әрқашан Конор Макгрегордың жетістігіне сүйсініп, сол жайлы айтып отырады. Оның жас кезде қиындық көргенін, бірақ түбінде жетістікке жеткенін айтып отырады. Ол менің досым, Конордың фанаттарының бірі десек болады. Конор да жаңа айтып өтті, мені алға итермелейтін күштердің бірі сол. Яғни мен қаншама адамдарға жол нұсқап жатырмын, қаншама адамдарды жігерлендіріп жатырмын, және сол маған үлкен энергия береді деп отыр. Достар, бұл 5 кеңес әлемді мойындатқан ережесіз жекпе-жектің UFC-дің жеңіл салмақтағы чемпионы Конор Макгрегордың былайша айтқанда өмірін өзгерткен, оны осы күнге жеткізген алтын кеңестер мен ережелер достар. Осылардың арасынан пайдалысын сіз де алып, өміріңізде қолданыңыз және өміріңізді өзгертіңіз, жетістікке, бақытқа жетіңіз. Алла бұйыртса, тек өзіңізге сенсеңіз достар, барлығы да мүмкін, сіздің қолыңыздан барлығы да келеді. Мен оған сенімдімін. Ал осындай керемет ақпаратпен, біліммен, осындай тамаша талдауды сіздерге ұсынғаным үшін мен өзім өте қатты қуаныштымын және бақыттымын достар. Егер сіздер де менің көрсеткен видеом, жасаған талдауым ұнаған болса сіздерге, осы видеоға астындағы мына белгіні басып лайк қойыңыздар, және де астына өз ойларыңызды, Макгрегор жайлы ойларыңызды, видео жайлы, талдау жайлы ойларыңызды жаза кетіңіздер. Және ең бастысы, келесі тағы да осындай керемет кеңестермен мықты адамдардың бөліскенін, талдауғанын көргілеріңіз келсе, онда достар астында қоңыраушыны басып, арнаға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ернар, қазақтың блогері.